Әкеміз Бакиев Нұрғали Ықыласұлы 1902 жылы туып, 1989 жылы қазан айында 87 жасында дүниеден өтті. Ал әкеміздің інісі Бакынов Оразалы Ықыласұлы 1904 жылы туып, 1984 жылы 80 жасында дүниеден өтті. Бір әкеден тараған ағалы інілі екеуі де өмірдің тар жол, тайғақ кешу жолдарына кез болып оқи алмады. Оқымаса да, он саусақтарынан өнер тамған хас шеберлер болды. Яғни, орақшының пірі Дихан ата, етікшінің пірі Сәд ата, қасапшының пірі Сәдуақас ата, аспаз пірі Ескендір Зұлқарнай ата, бау бақша пірі Бағбан ата, саятшының пірі Адам ата, жомарттың пірі Атымтай ата, ер азаматтың пірі Әзірет Әли ата, ағаш ұстасының пірі Нұх пайғамбар, темір ұстасының пірі Дәуіт пайғамбар қонған ұста адамдары еді. Осы кәсіптердің пірлері бойларына дарыған асыл азаматтар жанұяларына еш қиындық түсірмей асырап, балаларын оқытып жеткізді. Ал аналарымыз қарапайым жандар еді. Қос абысын жанұяның ұйытқысы болып, ағайындардың татулығын ойлап, береке бірлігін арттырып, ынтымағын жарастырып отырды. Шәріп қызы Перизат анамыз 1929 жылы туып, 2019 жылы 90 жасында дүниеден өтті. Перизат анамыз 13 жасынан намаз оқыған, діндар және батырлар жырын мақамына келтіріп жатқа айтатын шежіре абыз ана. Ал Нұрғамыс қызы Сарқыт анамыз 1920 жылы туып, 2004 жылы 84 жасында дүниеден өтті. Сарқыт анамыз қазақтың ою өрнек, тоқыма қол өнерін жетік меңгерген, жаны жайсаң, сабырлы және тым кірпияз, өте таза адам еді. Дәмді ас мәзірін дайындағанды өте ұнататын. Осы абзал жандардың арқасында екі әкенің ұрпақтары қос қазыққа байланған керегедей, қос арнаның тоғысында өсетін дара ағашындай болды. Әкем, қасиетті тұмарым, анам, жүректегі шырағым, аналар өмір береді, ал әкелер өмір сүруге күш береді дегендей, атанаң барда ештеңеге алаңдамайды екенсің. Ал бала үшін ана өте қасиетті де қадірлі жан. Мейлі анаң 100-ден асып кетсе де, кәрілік қуып жүріп жетсе де, перзент үшін қартаймайды анасы, қиындықпен сынақтардан өтсе де, келмесіне кім қияды анасын, түс көргендей болып пенде қаласың, анаң ғана мәңгі өмір сүрердей, жаулайды екен перзенттердің санасын. Әкеміз Нұрғали мен анамыз Перизат 4 қыз бір ұлды тәрбиелеп өсірді. Олар оқыды, тоқыды, ер жетті. Қазіргі таңда Қазақстанның әр жерінде, әр салада қызмет жасап, балалары мен немерелерін тәрбиелеп отыр. Ал Оразалы әкеміз бен Сарқыт анамыз 3 ұл бір қыздарын оқытты. Олар әр түрлі мамандықты игеріп, жақсы жетістіктерге жетіп, жұмыс жасады. Бала өсіріп, ұрпақтарына тәлім тәрбие берді. Бәйтеректей әулетке сая болған, бәрінен де мейірімін аямаған, жәннатта жаның болсын, рухың биік, өздеріңдей қайда бізге аяулы адам. Еске аламыз жарқылдаған жүздеріңді, еске түсер сол бір қызық күндер көңілді, қайтпайтынын кім біліпті ол күннің, мәңгі бірге өздеріңмен кетерін. Әттең бір кем дүние. Оразалы әкеміз бен Сарқыт анамыздың мәпелеп өсірген 3 ұл бір қызы да бақилық болды. Бакынов Мұхамеджан Оразалы ұлы 1946 жылы туылып, 2023 жылы 77 жасында дүниеден өтті. Семей қаласына көшіп келгенде Тыныбай мешітінің бас бухгалтері болып жұмыс жасады.
әке көрген оқ жонар демекші, ұсталықты қоса атқара жүріп, қалалық және республикалық телеарналардан халыққа ұлттық қол өнерді дәріптеді. Артында құран бағыштар 2 ұлы бар. Қазіргі таңда әр салада жұмыс жасайды. Өсіп өнген отбасы болып отыр. Ағатайым, биік тұрар шоқтығың, дәл өзіңдей бізге қамқор бопты кім? Ата-анамыз дүниеден озғанда, білдірмедің олардың да жоқтығын демекші, бауырмал, іні қарындастарына өте қамқор аға бола білді. Бакынов Жәкен Оразалыұлы 1949 жылы туылып, 2019 жылы 70 жасында дүниеден өтті. Семейдің Крупская атындағы педагогикалық институтының физика пәні мұғалімі мамандығын жақсы бітіріп, Аякөз қаласындағы мектепте директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары болды. Алматыға көшіп келгенде Жәутіков атындағы республикалық физика-математика мектебінің ең білікті маманы болды. Физика саласында зерттеген жұмыстары кітап болып басылып шықты. Шәкірттері Қазақстанның әр жерінде және шетелдерде өз қызметтерін атқаруда. Ұстаздарын жыл сайын ас беріп, құран бағыштап еске алумен сағыныш құрметтерін білдіреді. 2 ұлы бар, оларда әр салада қызмет жасап отырған өсіп өнген отбасылар. Бакынов Кәрімжан Оразалыұлы 1955 жылы туылып, 2011 жылы 56 жасында дүниеден өтті. Музыкаға жаны жақын еді. Музыкалық аспаптардың кез келгенін ойнап, ән салып, жанұялық мерекелеріміздің сәнін келтіретін. Бір ұл, бір қызы бар. Олар да өздері таңдаған мамандықтарының мықты егерлері. Ағалардан айырылу ауыр еді. Жаныңды жегідей жеп кете берді. Жан ағалар өздерің барда түгел едік. Арқа сүйеп, ой түзеп, еркеледік. Жақынымыз жаннан кетсе мәңгілік, жадымызда қалғанымен жаңғырып. Сағынамыз, сарғаямыз, іздейміз, еске аламыз, бір мұңайып, бір жылап деп, ағаларымызды үнемі еске алып отырамыз. Бакынова Рәбиға Оразалы қызы 1956 жылы туылып, 2015 жылы 59 жасында дүниеден өтті. Аякөз қаласында бухгалтер және әскери қалашықта әр түрлі жұмыстарды атқарды. Отбасын құрып, артында жалғыз қызы Ризасы қалды. Риза оқыды, отбасын құрды, Астана қаласында тұрады. Қатал тағдыр ойнатып, ойран дауыл, батырарын сездік пе, ойға ауыр, қапияда ажалдың оғы тиіп, қайырылмастан кеттің бе, рәтайым. Қойнын алды қара жер ерке қызын, асыл бейнең көңілде қалдау үнің, топырағың торқа боп тыныш ұйықта, жадымызда өшпейді жарқын бейнең дегендей сағына еске аламыз. Адамзаттың бәрі де ағаш бесіктен жер бесікке түсері хақ. Адам өмірінің мағынасы артында із қалдыру, кейінгі ұрпақ еске алатындай, өнеге ететіндей іс жасау. Өмірден өткен адамның артында қалдырған мұрасы ол тек байлық пен атақ емес. Оның адамгершілігі, еңбегі, елге жасаған қызметі, ұрпағына қалдырған тәрбиесі. Өмірлерінің жалғасы еске алып, құран бағыштар ұрпақтары бар адам ең бай адам.